Ал қызылордалық Нөсер Айдосұлы 7 жасында жыршы бала атанды. Ол 2 жасынан бастап қолына домбыра алған. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бізде бүгін Абай Толқыш жобасында кішкентай ғана жұлдызымыз, біздің мектебіміздің 10 жасар жыршысы Айдос ұлы Нөсер қонақта. Айдос, енді бізге өзің жайлы толық айтып берсең. Енді мен өнерлі отбасыдан шыққан кенже баламын. Отбасымда 7 адам бармыз. Әке, анам, атам, және де 4 әтем бар. Содан кейін барып мен туылғам. 4 әтем туылғаннан кейін әкем мен анам ұл қалады. Барлық отбасым жабылып жүріп, далаға шығып, Құдайдан бізге ұл бер деп сұрайтын, тілеген еді. Сол енді соңғы 4-ші тәтемнен кейін 7 жылдан кейін мен туылдым. Мен туылғаннан кейін, мен туылмай тұрып, әкем менің атымды 7 жыл бұрын ойластырып жүрген, отбасыма тартқан. 7 жасында сені жыршы деп жатыр, иә? Осы жыр айтуға қалай келдің, иә? Бұл өнерді енді әкеңнен дарып тұр ғой саған. Иә, соған енді алғаш демеу болған кім, қалай келдің? Алғашқы бастамаң қалай болды? Енді мен ең алғашқы сахнаға Ботақан деген фестиваль болды. Иә. Сол сахнаға ең алғаш менің бастамам сол болды. Енді мені бұл өнерге шақырған менің отбасым, жаңа айта кеттім ғой. Өнерлі отбасыдан шыққанмын. Тәтелерімнің барлығы да өнерлі. Әкем ақын, жыршы, термеші, анам термеші, әнші. 7 жасыңда жыршы атанып тұрсың. Сонда домбыраны ең алғаш қолыңа алып үйренген кезің неше жаста болып тұрсың сонда, сол кезде? Өте кішкентай болып тұрсың ғой? Иә. Өзім... Есіңде ме ең алғаш рет? Саған анаң үйретті дейді, домбыра тартуды. Сол кезде нешедесің сонда? Сол кезде мен домбыраны қолыма 2 жастан бастап ұстадым. 2 жасыңда? Иә, 2 жасымда. 2 жасында адам сөйлей алмайды әлі, иә? Керемет. Енді осы саған, қазір сен енді жұлдызсың, Астана қаласына дейін барып кеп тұрсың, иә? Енді осы саған жыршы болу несімен ұнайды? Жыршы болып, сүлейлердің ізін жалғап, әлемге біраз атақты болып, жыр жаттағанның өзі де ұнайды маған, жыршы болған. Иә, өзің ұнатып жаттайсың, иә? Сонда, иә? Ұзақ болса да оны ерінбейсің. Ерінбеймін. Иә, енді өзің 4-ші сыныпта оқисың, әлі бастауыш сынып, иә? Осы сабақтан тыс уақытта немен айналысасың өзің? Әлде ол кездерде жыр жаттап отырасың ба? Өзіңе қызық болғасын әлде? Басқа да хоббиларың бар ма? Менің хоббиларым бар. Иә, немен айналысасың осы уақытта? Мен домбырадан басқа да 10 аспапта ойнай аламын. 10 аспапта? Иә. Керемет. Қандай аспаптарда ойнайсың? Шаңқобыз ауызға салып татамын. Иә, сосын кахон, дарбука, және де гитара. Гитарада да ойнай аласың? Көптеген аспапта тарта аламын. Керемет. Оның бәрін қай кезде үйреніп үлгердің? Иә, керемет. 10 аспапта ойнау білу, иә? Мен мысалы бір аспапты алсам, келесі аспапты көріп, басқа жұрттың тартқанына қарап қызығып үйреніп аласың. Иә, келесіне әкеме айтам, алып беріңізші деп. Алып беріп үйренемін. Достарыңмен, мысалға, сыныптағы немесе үй жақтағы достарыңмен бос уақытыңда ойнап, бола ма достарыңмен бір жерге шығып деген сияқты? Немен айналысасыңдар мысалға достарыңмен? Дала шығып, бәріміз көңіл көтеріп, бірге ойнаймыз. Есікке шықсам, есіктің алдына шықсам, баламын, үйге кірсем, жыршымын дейсің ғой. Жаңа енді айтып жатсың ғой, ең алғашқы рет жаңағы Ботақан деген фестивальға шықтым деп. Сол кезде сен неше жастасың? Ол кезде мен 6 жасымдамын. 6 жасындасың. Сол кезде үлкен сахнаға шығуға қандай сезімде болдың? Қорықтың ба? Енді әрине алғашқы сахнам болған соң толқимын. Кез келген өнер жолындағы адам ең алғаш сахнаға шығарда толқиды ғой. Иә, ойымдайды. Иә. Содан соң қолымыздап, кейін сахнаға шығып, халықтың қолдауына
қошеметіне бөленген соң барып денем жылып, өз-өзіме келіп, жалғастыра беремін. Қазір енді шамалы үйрендің, иә? Иә. Иә, мысалға сен жаңа айтып жатсың, қысқаша дастандарды білем, ұзын да білем деп, иә, ұзағын, иә? Қалай жаттайсың оны? Неше сағат, қанша уақыт кетеді жыр дастандарды жаттауға мысалға? Үйде көмектесе ма мысалға ата-анаң сол жаттауға, иә? Иә. Мақам тауып береді. Түсінбеген сөздерімнің мағынасын айтып береді. Қасымда демеу болып отырады. Иә, жыр айтып сахнаға шығасың, иә? Сондай сәттерде болды ма? Ұмытып қалған кезің, немесе бір қызықты сәттер болған кездер есіңде ма? Мысалға, ең алғаш шыққан кезіңде ма? Ұмытып қалу деген әр адамда болады, әр өнер адамында болады. Мен ұмытамын, бірақ домбырамды қағып тұра беріп, есіме түсіріп алып, білдіртпей ғана. Иә, халыққа білдіртпейін дейсің ғой, иә. Домбыраны тартып тұрған адам сияқты болып, иә? Иә. Керемет, ары қарай алып кетем. Иә, ары қарай. Ол да бір өнер ғой. Иә. Ол да бір өнер адамды ары қарай алып кету, иә? Иә, енді жаңа ең алғаш рет Ботақан деген жарысқа қатыстым дедің, иә? Ол кезде сен тек жаңағы өлеңді домбырамен орындап бердің. Бірақ ол кезде сен әлі жыршы емессің, жыр дастан жаттамағансың, иә? Ал сол жыр айтып шыққаның содан кейін қандай жарыстар болды? Қандай жарыстарға қатыстың содан кейін? Жыршы бала атанғаннан жүлделі болдым. Одан кейін Астана Мерей деген байқау болды. Бірінші орын алдым. Фестивальдар көп қой, бірақ ең қызықтары. Ең қызықтары, иә, сенің Астанаға барғаның, иә? Өйткені сені Астанаға арнайлап шақырыпты. Иә. Иә, арнайлап сені іздеп шақырған екен, иә? Жыршылықта сахнаға шыққанда сенің үздік екеніңді көріп тұрмыз, иә? Енді ал мектепте ше? Мектепте үздіксің ба? Қай сабақ ұнайды саған? Мектепке қандай пәнді ұнатасың? Мектепке Құдайға шүкір 4 жыл оқыдым. 4-еуінде үздік бітірдім. Мен де сабақтарды жыр секілді бөліп жармаймын. Кез келген сабақ ұнайды маған. Бәрін бірдей 5-ке оқимын. Иә. Ал мұғалімдерің ше? Сенің жыршы екеніңді біледі, сенің өнеріңді қолдайтын шығар. Иә, әрине. Ал сыныптастарың бұған қалай қарайды? Сенің атақты жұлдыз екеніңе қалай қарайды сенің сыныптастарың? Сыныптастарым менімен мақтанып, мен мақтанып жүреді. Осы жыр дастаннан бөлек тағы да өзіңнің ойыңда бар ма? Мен осыған қол жеткіздім, енді мына нәрсеге қол жеткізгім келеді, еңсергім келеді болашақта деген нәрсе. Күйші болғым келеді. Күйші болғым келеді, иә? Және де 20-дан көп аспапта ойнағым келеді. Бұдан бөлек, иә? Тағы да басқа аспаптарды үйренгім келеді, иә? Керемет, керемет. Енді, ал болашақта ше, мысалы, осы кезде сен дайын жыр дастандарды, жырларды оқып жүрсің, оқып, жаттап, соны орындап жүрсің, иә? Ал болашақта өскен кезде өзің жырыңды шығарам деген сияқты ойыңда бар ма? Енді сондай ой келді ме өзіңе? Ондай ой кейде келеді, кейде кетіп қалады. Енді мен әзірге олай ойламаймын. Иә. Мен әзірге әкемнің жазған жырларын жаттаймын, орындаймын. Бірақ кейіннен болып кетуі мүмкін. Иә, Құдай қаласа. Иә, Құдай қаласа. Иә, өзіңнің артыңнан еріп келе жатқан, мысалға, енді осындай менде сен сияқты болғым келеді деген балаларға айтар кеңесің бар ма? Домбыраны бастағаннан кейін өмірін домбырамен бастап, домбырамен аяқтау керек. Өмірінің жартысын емес, өмірінің барлығын арнау керек домбыраға. Домбыраны жанынан тастамау керек. Егерде, мысалға, бір күні саған бір батыр болып оянасың десе, иә? Ең бірінші не істер едің? Бір күнге сен батыр болып ояндың. Атқа мініп, қомданам. Атқа мініп көргің келеді, иә? Ал егер осы мектепте оқып жатсың, иә? Осы мектептің бір ережесін, енді әр мектептің өзінің ережесі болады ғой, заңы болады. Осы мектептің бір ережесін өзіңе жазасын десе, қандай ереже енгізер едің осы мектепке? Өзіңнің мектебіңе? Жыр жаттау сабағын қосады. Жыр жаттау сабағын керемет, өте керемет. Егер саған бір ерекше талант беріледі десе, қандай талантты қалар едің?
мысалға өте жылдам жаттап алу ма, әлде бір әуенді ойдан шығару ма, қандай талант иесі болғың келеді? Енді жылдам жаттау қабілеті мен өзімде бар. Көрініп тұр. Иә, кез келген жыр берсін, терме берсін, ән берсін, бір қайталап жаттап алам. Шүкір, молодец. Енді кез келген әуен шығару ол менің нағашымда бар. Үкітай Ерниязов. Иә, сол сенің нағашың. Иә, менің нағашым. Мүмкін қанмен келіп қалуы мүмкін. Ол да келіп қалады, иә. Иә, енді сен жаңағы көптеген жыршылардың жырын жаттап жүрсің, иә? Көптеген ақын айтыскерлерде танисың, иә? Егер уақыт машинасы болып сен өткенге оралатын болсаң, иә, қандай жыршыны көргің келеді, кіммен кездескің келеді? Мынау бір қызық сұрақ екен. Мысалға енді дүниеден өтіп кеткен, бұрын болған жыршылардың жырын жаттаған шығарсың. Иә. Соны мысалға осы кісіні көргім келеді деген сияқты. Енді мен өзім Шораяқтың Омарын көргім келеді. Не себепті? Себебі кішкентай кезімнен бастап сол кісінің жырларын жаттадым. Соның жырдастандары ұнайды, иә? Сондықтан сонымен кездесіп көргім келеді, иә? Ал енді бір сұрақ қойып, сонымен тамамдасақ, иә? Сенің дәл қазір бір арманың орындалады десе, қандай арманыңның орындалғанын қалар едің? Дәл қазір, иә? Иә, дәл қазір бір арманың сенің орындалады. Бір керемет, таңғажайып болып. Қандай арманыңның орындалғанын қалайсың? Димаш секілді әлемге танысам деймін. Димаш Құдайберген ағаң сияқты бүкіл әлемге танымал болғың келеді, иә? Өте керемет. Қонақ кәде деген бар, иә? Бізге бір қонақ кәде алып келгенің бар шығар. Иә. Бізге не орындап бересің? Жаңағы айтқан Шораяқтың Омарының, Шораяқ Омарұлының Мұхаммед деген дастанның үзіндісін айтып берейін. Иә, керемет, күтеміз. Мұхаммед атлым мұрсалым, жас қалды ата-анадан, сәбір запа көп көрді, айла деп рақлат анадан. Тілегін тілеп үмәттің, бір сағат ғали болмады, зікір тапшы санадан, недей көрген мехнатын нышана болып қалыпты. Бұрынғы өткен данадан, кәпірден қашып неше жыл, табандарын тас қағып, бәшбайлары қанаған. Ақырар болып назлына, қосшылыққа сол кезде әттің ұлы жараған. Аңей әттің ұлы жараған. Керемет. Ал енді Нөсер, бүгінгі сұхбатыңа көп-көп рахмет. Сенің мынау жеткен жетістіктеріңді көріп, шынымен таң қалып отырмыз, иә? Алла тіл көзден сақтасын. Болашақта бұдан да биік-биік шыңдардан көріне бер. Біз тек сенің фанатың болып, саған әр қашан қолдау көрсетіп отырамыз. Осы мектептегі мұғалімдерің де барлығы да, иә? Кішкентай 4-ші сыныптың оқушысы болсаң да, бір ересек адаммен сөйлесіп отырғандай болдық, сөздің шыны, иә? Құрметті көрермендер, бүгінгі сұхбат сіздерге ұнады деген ойдамыз. Лайк басып, қолдау көрсетіп отырыңыздар.